Сәлеметсіздер ме? Сіздермен Плюс республикалық білім беру орталығы және математика тренері Жамбыл. Алдымен өткен сабақтың бақылау жұмысынан бірінші есептерді талдап өтейік. Жетінші есеп. Бізде 10 метрден 2 таспа бар және 2 метрлік бөліктерге бөлу үшін қанша рет кесу жасау керек? Соны табуымыз керек. Бізде бұл жерде 2 таспа емес, бірінші бір таспаны ғана қарастырайық. Бір таспаның ұзындығы 10 метр болатын болса, 2 метрлік бөліктерден қанша болатынын табу үшін онды 2-ге бөлеміз. Сонда бізде 5 бөлік. Бір таспада 5 бөліктен бар. Енді бір таспаны кесу үшін бізде бөліктен қарағанда кесу саны біреуге аз болу керек. Бірді азайтамыз. Сонда бізде бір таспаны кесу үшін 4 кесу керек. Ал бізде 2 таспа болғандықтан 4-4-тен кесетін болсақ, сонда бұл жерде жалпы 8 кесу бар екен. Келесі 8-ші есеп. Бізде кесілген бөліктердің саны ең үлкен 2 таңбалы санға тең дейді. Бізде ең үлкен 2 таңбалы сан ол 99. Енді бір кесуге бізде 20 секунд кететін болса, жалпы осы бөліктерді кесу үшін қанша уақыт кетеді, соны табуымыз керек. Бізде 99 бөлік болса, онда кесу саны біреуге аз болу керек әрқашан. 99-дан біреуісін алып тастаймыз. 98 кесу жасалған. Ал әр кесуге 20 секундтан кететін болса, біз 98-ді 20-ға көбейтеміз. Сонда 1960 секунд кетеді екен. Бұл жерде қанша минут бар екен табу үшін 1960-ты 60-қа бөліп жіберейік. 60-қа бөлсек 32 және 40 қалдық бар. Бұл жерде сонда бізде 32 минут деген сөз және 40 секунд бар деген сөз. Келесі 9-шы есеп. Бізде 3 метрден 4 бөрене бар. Және 50 сантиметрлік бөліктерге бөлу үшін қанша рет кесу керек? Соны табуымыз керек. Біз 4 бөрене емес, бірінші бір бөренені ғана есептейік. Яғни 3 метр болатын болса. Ал бізде бөлік 50 сантиметр, онда 3 метрді сантиметрге айландырып жіберемін. Әр метрде бізде 100 сантиметрден, сонда 300 сантиметр. Енді бізде 50 сантиметрлік бөліктердің санын табу үшін 300-ді 50-ге бөліп жібереміз. Сонда бізде 6 бөлік бар бір бөренеде. Ал бізде кесуіміз болса біреуге аз болу керек. Онда 6-дан 1-ді азайтамыз. Сонда 5 кесу жасалады. Бұл тек бір бөрене ғана. Ал бізде 4 бөрене бар. Онда әрқайсына 5 кесуден жасайтын болсақ, бізде жалпы 20 кесу жасалады екен. Келесі 10-шы есеп. Бізде бір кесуге 35 секунд кетеді. Және 2 метрден 5 бөрене бар. 20 сантиметрлік бөліктерге бөлу үшін қанша уақыт кетеді, соны табуымыз керек. Біз бірінші кесудегі секунд белгілі, онда қанша кесу керек, соны таба алайық. 5 бөрене емес, бір бөрене деп ескерем. Менде 20 сантиметрден болса 2 метрде сантиметрге айландыру үшін 100-ге өтеміз. 200 сантиметр. Бір бөренеміз 200 сантиметр болса, 20 сантиметрлік бөліктердің санын табу үшін 20-ға бөліп жіберемін. Сонда менде 10 бөлік бар. Бұл тек бір бөренеде ғана. Енді бір бөренедегі кесудің санын табу үшін бізде кесу әрқашан біреуге аз болады. Оннан 1-ді алып тастаймыз. 9 кесу. Бір бөренені 9 рет кесеміз. Ал бізде 5 бөрене, онда әрқайсысын 9 рет кесетін болсақ, жалпы кесудің санын табу үшін көбейтеміз. Сонда бізде барлығы 45 рет кесу болады екен. Ал әр кесуге 35 секундтан кетеді. Онда 45-ті 35-ге көбейтеміз. Сонда бізде болады. Сонда бізде 1575 секунд. Сонда бізде жалпы кесу үшін 1575 секунд керек. Енді үй жұмысынан бір есептерді талдап өтейік. 9-шы есеп. Бұл жерде бізде есепте айтылған кесулер саны ең үлкен 2 таңбалы саннан ең кіші 2 таңбалы санның азайтындысына тең деп. Бізде ең үлкен 2 таңбалы сан ол 99 және азайтамыз. Ең кіші 2 таңбалы сан ол бізде 10. Сонда бізде азайтсақ 89 кесу бар. Ал бізге табу керек бөліктерді. Бөліктеріміз бізде кесуден қарағанда біреуге артық болады. Сонда 89-ға тағы да 1-ді қосамыз. Сонда бізде 90 бөлік бар екен. Келесі 10-шы есеп. Бір кесуге 36 секунд кетеді. Және 6 метрден 10 бөренені 30 сантиметрлік бөліктерге бөлу үшін қанша уақыт кететінін табуымыз керек. Біз 10 бөрене емес, бір бөренені ғана есептейік. Яғни 6 метр, ал бізде бөліктер сантиметрмен, сондықтан сантиметрге айландырамыз. 6 метрді әр метр 100 сантиметрден. Сонда 600 сантиметр. Енді 30 сантиметрлік бөліктерге бөлетін болса, қанша бөлік шығады? Оны табу үшін бөліп жібереміз. 600-ді бөлеміз 30-ға. 20. Бізде 20 бөлік бар екен. Бұл әр бөренедегі. Ал бізде 10 бөрене бар. Енді бөлік белгілі болса, кесу табуға болады. Кесу бізде біреуге аз. 20-дан 1-ді алып тастаймыз. Сонда 19 кесу.
бір бөренені 19 рет кесетін болса, 10 бөренені бізде әрқайсысын 19-дан 19-ға көбейтеміз, сонда 190 рет кеседі екен. Енді әр кесуге бізде 36 секунд кететін болса, 190-ды 36-ға көбейтеміз. Сонда бізде тиім тәсілімен есептейтін болсақ, бізде 190-ды 200 азайтылған 10 деп алсақ болады. Және көбейтеміз 36-ға. 36-ның әрқайсысына көбейтіп жақшаны ашып жіберейін. 36-ны 200-ге көбейтемін. 36-ны 200-ге көбейтсек бізде 7200. Және де азайтамыз 36-ны 10-ға көбейтіп. 36-ны 10-ға көбейтсек бізде 360. Азайтып жіберсек 6840 шығады екен. Бізде барлығын кесу үшін 6840 секунд кетеді. Келесі 11-ші есеп. Бізде 4 кесу жасау үшін 64 секунд кетеді. Және 10 метрлік 20 бөрене бар. 25 сантиметрлік бөліктерге бөлу үшін барлық қанша уақыт кетеді? Соны табуымыз керек. Бізде бұл жерде бірден бір кесуге кететін уақыт тауып алайын. Яғни 64-ті 4-ке бөліп жібереміз. Сонда бізде 16. Бір кесуге 16 секунд кетеді. Енді онда бізде қанша кесу бар, соны тауып алайық. Мен 20 бөрене емес, бірінші бір бөренені ғана есептеп алайын. Бізде 10 метрден болса, ал бөліктер сантиметр болса, 10 метрді сантиметрге айландырып аламыз. 10 метр әрқайсысы сонда 1000 сантиметр екен. Енді бізде бір бөренеміз 1000 сантиметр болса, 25 сантиметрліктерден қанша бөлік шығатынын табу үшін 25-ке бөліп жібереміз. Сонда бізде 40 бөлік бар екен. Ол бір бөренедегі бөліктері. Енді бізде кесу одан қарағанда біреуге аз болу керек. 40-тан 1-ді алып тастаймыз. Сонда 39 кесу бар. Бір бөренені 39 рет кесетін болсақ, тура осындай 20 бөренені қанша рет кесетінін табу үшін 20-ға көбейтіп жіберемін. 780 рет кеседі екенбіз. Енді бізде бір кесуге 16 секунд кетеді. Ал 780 рет кесу үшін қанша секунд кететінін табу үшін көбейтіп жібереміз. 780-ді көбейтеміз 16-ға. 12480 секунд кетеді екен. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз қанша алу керек. Яғни біз бұл тақырыпта екі түрлі жағдайды қарастыратын боламыз. Қораптан бір заттың белгілі бір мөлшерін алу үшін қанша рет алу керек? Немесе осы заттың қорапта белгілі бір мөлшері қалу үшін бізде қанша рет алуға мүмкіндік бар? Соны қарастыратын боламыз. Яғни бізде қораптың ішінде 3 жасыл және 2 көк шар бар. Ал бізге 2 жасыл шар алу керек. Егер бізде алу керек жағдайда әрқашан сәтсіз жағдайларды қарастыратын боламыз. Бізде мысалы бірден 2 шарды алған кезде екеуі де жасыл шығуы мүмкін. Ол бірақ ең сәтті жағдайы. Біз сәтсіз жағдайын алатын болсақ, керісінше жасылды алмауымыз керек. Яғни бізде бірінші көктер шығу керек. Сонда бір рет алдым, көк шықты. Көк шарымыз кетті. Екінші рет тағы алғанда бізде тағы көк шар бар. Ол да жоқ деп есептейік. Енді бізде көк шар қалған жоқ. Енді амалсыздан жасыл шарлар шығады. Сонда үшінші алғанда бізде бір жасыл пайда болады. Енді бізде 2 жасыл алу керек болатын. 4-ші рет алған кезде бізде жасылдан басқа шар жоқ, жасыл шығады. Сонда бізде 4 рет алдық. 4 рет алған кезде 2 жасыл шар алынды. Және де екінші жағдай. Бізде тура осы шарлар қорапта бар деп есептейік. Яғни 3 жасыл, 2 көк. Және бір жасыл шар қалу керек. Бізде қалу керек кезде керісінше сәтті жағдайын ескеруіміз керек. Яғни жасыл шар қалу керек болса, біз керісінше жасылдан алынып жатыр деп есептейміз. Сонда бірінші рет алған кезде бізде бір жасыл кетеді. Екінші рет алған кезде қайттан жасыл кетеді. Енді біз үшінші рет алатын болсақ, бізде жасыл қалмай қалады. Яғни біз тек 2 рет қана бұл жерде алуымызға болады екен. Енді бірнеше мысалдарды қарастырып көрейік. Бірінші мысал. Қорапта 10 қара және 10 көк шар бар. Бізде 2 бірдей шар алуымыз керек. Ол үшін қанша рет алу керек? Яғни бізде алып жатқандықтан сәтсіз жағдайын қарастырамыз. Яғни 2 бірдей алу керек десе, біз керісінше бірдей еместерінен алуымыз керек. Бірінші алған кезде мысалы қара шықты делік. Онда екінші алған кезде бізде қара болмау керек. Өйткені сәтсіз жағдайын қарастырып жатырмыз. Сонда екінші алғанда көк шығады. Ал енді үшінші рет алған кезде бізде қара шықса да, көк шықса да бізде 2 бірдей түс пайда болады. Мысалға бір көк деп айта салайық. Сонда бізде жалпы 3 рет алдық және 2 бірдей түс пайда болды. Бізде бұл жерде екінші есепте қорапта 7 қызыл және 5 көк қарындаш бар. Бізде 2-ден кем емес қызыл және 3-тен кем емес көк қарындаш шығу үшін неше рет алу керек? Бұл жерде бізде аралас қарындаштарды алып жатырық. Қызылдан да және көктен де. Егер аралас түрде алатын болсақ, біз
ең сәтсіз жағдайы ол, яғни ең көбінен толығымен алып тастауымыз керек. Яғни бізде 7 қызыл қарындаш бар, ол бізде көктен қарағанда көбірек. Сонда 7 қызылы толығымен аламыз. Ары қарай тағы да бізде сонда қызыл 2-ден кем емес болды. Енді 3-тен кем емес көк керек. Онда бізде тағы да 3 көк қарындаш алуымыз керек. Сонда жалпы бізде бұл жерде 10 рет алуымыз керек екен. Келесі, үшінші есеп. Бізде қорапта 2 қара жұп және 2 сұр жұп қолғаптар жатыр. Және бізде бір қандай да түс болмасын, бір жұп қолғап шығу үшін қораптан қанша рет алуымыз керек. Бұл жердегі қолғаптар, яғни оң және сол қолдың қолғаптары бір-бірінен айырмашылығы бар деп есептейміз. Бұл қораптағы қолғаптардың оң және сол қолдағы қолғаптар бір-бірінен айырмашылығы бар. Яғни бізде 2 қара жұп, онда жұп бойынша есептей қояйық, мысалы 2 жұп салдым және 2 сұр жұп қолғап салайын. Бізде қандай болмасын, әйтеуір жұп қолғап шығаруымыз керек. Яғни ең сәтсіз жағдайын қарастыратын болсақ, біз жұп шығармауға тырысуымыз керек. Мысалға, бізде қара сол қолғапты алатын болсақ, енді оң қолғап бізде шығармауымыз керек сәтсіз болу үшін. Онда сол қолғаптың барлығын ала берсек болады. 2 рет алдық. Енді оң қолғап шығаратын болсақ, бізде жұп болып кетуі мүмкін. Сондықтан сұр қолғаптан аламыз. Кез келген бір сұр қолғапты алайын. Мысалға, бір сол жағынан алдым сұр қолғап, онда оң жағынан менде сұр қолғап алмауым керек. Өйткені жұп шығып кетеді. Онда қайттан сол жағынан аламын. Сонда біз енді 4 рет алдық. Енді кез келген жерде біреусін алатын болсам, менде бір жұп қолғап пайда болады. Сонда бізде жалпы 4 және тағы да біреусін аламыз. Мысалға мынадан алдық дейік. Сонда бізде бір жұп қолғап пайда болды. Енді барлығы 5 рет алуымыз керек екен. Келесі 4-ші есеп. Бізде қорапта 10 қызыл және 12 қара фломастер жатыр. Бізде қораптың ішінде 3 қара фломастер қалу үшін қанша рет алуға болады? Бізде бұл жерде қалу керек болатын болса, біз керісінше сәтті жағдайын қарастыратынбыз. Яғни қара қалу керек, онда біз қаралардан алынады деп есептейміз. Сонда 12-тен 3-ті алып тастасақ, бізде 9 рет қараны ала аламыз. Сонда 9 рет алуға болады. Келесі 5-ші есеп. Бізде қорапта 25 көк, 25 сары және 13 жасыл карандаштар бар екен. Біз 2 көк карандаш қалу үшін қанша рет алуға болады, соны анықтауымыз керек. Бұл жерде тағы да қалу үшін, онда біз сәтті жағдайын аламыз. Яғни көк қалу керек, онда біз керісінше көктен алып отыруымыз керек. Сонда 2 көк қалу үшін біз 25-тен 2-ні алып тастаймыз, яғни 23 рет алуымызға болады екен. Енді видеоны паузаға қойып, келесі есептерді өз беттеріңізден шығарып көріңіздер. Бірінші есеп. Қорапта 3 түрлі қаламдар бар. Көк, жасыл және қызыл. Біз 2 бірдей қалам шығару үшін қанша рет алу керек? Бұл жерде яғни бізде бірдей қалам алып жатырмыз, онда сәтсіз жағдайын қарастырамыз. Бізде бірдей болмауын қарастыруымыз керек. Біріншісі бізде көк болсын, екіншісін көк қылмаймыз. Онда жасыл болады. Және жасылда қылмау үшін біз енді қалатыны қызыл. Енді біз 4-ші рет алған кезде қайсынан алсақ та 2 бірдей қалам шығады. Мысалы көк дейік. Онда бізде көктен 2 шықты. Сонда жалпы бізде алуымыз керек бұл жерде 4 рет екен. Келесі 2-ші есеп. Бізде қорапта 3 түрлі сұрыптан әрқайсысы 7 данадан кәмпиттер жатыр. Және оларды қолмен ұстап ажырата алмаймыз бір-бірінен. 2 бірдей кәмпит шығу үшін неше рет алу керек? Соны табуымыз керек. Бұл жерде де бізде алу керек, онда сәтсіз жағдайын қарастырамыз. Бірдей кәмпит керек болса, біз керісінше әр түрлісінен алуымыз керек. Мысалға, біріншісін алдық. Бір сұрыптан алатын болсақ, енді осы сұрыптан алмауға тырысамыз. Онда екіншісі басқа сұрыптан болсын. Үшіншісі одан да басқа сұрыптан болады. Ал біз енді 4-ші рет алатын болсақ, өзі бар жоғы 3 сұрып қана ғой. Онда осы үшеуінің біреусінен қайталанады деген сөз. Мысалы, ортаңғысынан болсын. Сонда бізде жалпы 2 бірдей сұрып шықты, онда 4 рет алуымыз керек екен. Келесі 3-ші есеп. Бізде қорапта 5 ақ жұпшылықтар бар, және 10 қара жұпшылықтар бар, және де 15 қоңыр жұпшылықтар бар. Бізде шұлықтардың оң солынан айырмашылығы жоқ. Бізде кез келген түстен бір жұп шұлық шығаруымыз керек. Яғни жұп болу үшін бізде бір түстен 2 шұлық шығарсақ жеткілікті. Онда біз керісінше бұл жерде алып жатқандықтан сәтсіз жағдайын қарастырамыз, бірдей шығармауға тырысамыз. Мысалға, біріншісін алдық, бізде ақтан шықты дейік. Онда енді жұп пайда болмау үшін біз ақтан алмауымыз керек.
Онда екіншісі қарадан шықсын. Енді қарадан да алмауымыз керек, сонда қоңырдан шығады. Біз енді 3 рет алдық. Ал енді 4-ші рет алған кезде қайсынан алсақ та бізде қайталанып шығады. Яғни жұп пайда болады деген сөз. Мысалы қарадан дейік. Сонда бізде бұл жерде жұп пайда болды. Ол үшін кем дегенде 4 рет алуымыз керек екен. 4-шісі бізде қорапта 26 қара және 17 қызыл қарындаштар бар. Бізде 5 қара қарындаш қалу үшін неше рет алуға мүмкіндігіміз бар. Бұл жерде қалу үшін біз сәтті жағдайын қарастырамыз. Қаралардан алатын боламыз. Сонда өзі барлығы 26 қара, 5-еуін алып тастасақ, бізде 21 рет алуға мүмкіндігіміз бар екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Үй жұмысын жасауды ұмытпаңыздар. Бәріңізге сәттілік, сау болыңыздар.